Третий класс. Нет, да. Наверное, появится. Она же таргып қалама. Акони ма? Ой, ба. Selamat teman, kabar kalian? Itu teman. Ya. Dan teman, sabakta. Kausar Arjuna, Mardana dan teman. Ya. Yash Tarapurkat Simple Track, and Yash Twitter right Utras, and she considered. So Yash Tarapurkat means there is short Utras. How much time is about the Ita from a limited case of Mama Voice? How much time is from motion with the case of number 5 years sunrise? Kamsa Mutana Alpina Sama the bird is also gives with the case of Mama Voice. Yes, Sadova. Alpina Nishatandes, 5 years sunrise. Kamsa Sultan Madana Hayat Sunday. Dur. Екі. Үш. Алтынай Hayat Sunday tekan tandamızlar. Navan yaştan. Мен екінші яшық таңдаймын. Естіліп тұр бүкіл жансалық мәлімет сөйлестің ғой. Естіліп тұр. Ал yaştanlar. Yaştan, Alpina, Sultan, Madana. Мен үшті таңдаймын. Төртінші яш. Ал 4 taş koyup. 8. 4 sıra. 7. Vegetatifte köpüğü qanday müsünlerge жатады. Vegetatifte köpüğüye өсімдіктің қандай мүсіні ұстады. Өсімдіктің өсімді мүсіндерге не ұстады? Сіз өтіп кетіңіздер. Мырдана Аргена Ертістан Алтынай. Vegetatifte köpüğü өсімдіктің қандай мүсіндерге жатады. Қайсыларына айтасыздар? Vegetatifte немесе өсімді мүшелерге жатады. Сіздер өсімдерді тақырыпта алдыңғы сабақта. Кім айтады? Ерсұлтан айтасыз ба? Альбина, Алтынай.
Өсімдіктің вегетативті немесе өсімді мүшелеріне жапырақ, сабақ, жапырақ, тамыр жатады. Келесі ұяшық. Жетіласы. Сабақ тамыр арқылы көбейеді. Жынысты көбеюге қандай мүшелер қатысады? Өсімдіктің жынысты мүшелері көбеюіне қандай мүшелер қатысады? Кім айтады? Жынысты көбеюге қандай мүшелер қатысады? Кім айтады? Ерсұлтан, Альбина, Нұрдана, Кәусар. Қайсыларыңыз айтасыздар? Аналық пен қатысады. Өте жақсы. Келесі ұяшықта қай ұяшықта жатыр? Ерсұлтан, айтыңызшы, қай ұяшықта ашылып кетті? Қай жақта жатыр? Ал айтамын, қай ұяшықта жатыр? 8-ші ұяшық. 7-ші, жақсы, 8 ашамыз. Аналық. Вегетативті көбеюдің түрлері. Өсімдіктің вегетативті көбею түрлеріне не жатады? Кім айтасыздар? Вегетативті көбеюдің түрлері. Немесе өсімдік көбеюдің түрлері. Түрі өзгерген өркен арқылы көбею. Өркен арқылы сосын үйдегі немесе бөлме өсімдіктер, мысалы, өсімдіктерді не арқылы көбейтеміз біз? Немесе құлпынай, таңқурайды, қызанаққа мысалы, күнжімі не арқылы отырғызамыз? Қалемші арқылы отырғызамыз, иә? Жақсы, келесі. Кім таңдайды? Бақ, тамыр, сабақ арқылы жүзеге асады. Жақсы, келесі. Кім таңдайды? 140 кім таңдайсыздар? Қайсылар таңдайсыздар? 140-тан. Ансар таңдаңызшы біреуін. Қайсысын таңдайсыз? Бізде қалды 1, 2, 3. Ал таңдаңыздар. 2. Қалемші арқылы көбеюге мысал келтіріңіз. Қалемші арқылы қалай көбейтеміз? Қалемші арқылы. Қалемші арқылы қалай көбейтуге болады? Тамырлар арқылы. Тамыр арқылы, сосын қалемші арқылы. Тағы қалай көбейтеміз? Аяулықтан айтыңызшы сіз. Аңса, Альбина. Бұл бақша және гүл өсіруде кеңінен қолданылады. Қалемшелер сабақ, жапырақ, тамыр түрінде болуы мүмкін. Қалемше арқылы бөлім өсімдігін аласыздар. Бөлім өсімдігін мысалы бір қалемшесін аламыздар, бірнеше күнде суға отырғызып қоямыз. Суға отырғызып қойғаннан одан жаңа қалемшеден кішкене тамыр шығады. Тамырды аламыз да осындай ыдысқа қайтадан отырғызамыз. Сонда бізде қалемше арқылы деген бір өсімдіктің бөлігін алып отырғызу, немесе жеміс ағашын алып екінші жеміс ағашын бір-біріне бір ағашқа отырғызып, бір ағаштан екі жеміс ағашын алуға болады. Келесі ұяшықты кім ашады? Бір дашы айтқан. Бірінші ұяшық. Жынысты көбею мен жыныссыз көбеюдің ерекшелігін салыстырыңыздаршы кәні. Ерекшелігі неде? Жынысты көбею және жыныссыз көбею. Сіздер өттіңіздер. Жыныссыз көбеюде бір мүше ғана қатысады. Ал жынысты көбеюде?
Жынысты көбеюге 2 дара қатысады. Өте жақсы. Келесі ұяшықта сәт. 5-ші ұяшықта сәт. Тірі ағзалардың көбею формасы неше түрі бар? Тірі ағзаларға неге жатады? Айтыңыз, тірі ағзаларға неге жатады? Тірі организмдегі неге жатады? 2. Қандай 2 түрі бар тірі ағзалардың көбею формасының? Қандай 2 түрі бар? Екі түрі бар, және де жыныссыз. Өте тамаша, жақсы. Келесі 6-шы ұяшықта сәт. Жыныссыз және де жыныссыз. Өте жақсы. Келудің арасында қандай айырмашылық бар? Келу. Келу дегеніміз не? Келу. Келу дегеніміз не? Кім айтады кәні? Bir өсімдік ағашына екінші өсімдік ағашының жаңағы сабағын алып отырғызып, сыртына дәкемен орап қойсақ, бір ағаштан 2 өнім алынуға соны келу әдісі деп атаймыз. Ең соңғы не? Бізде 3-ші ұяшықта сәт. Споралы көбею қандай көбею түріне жатады? Споралы көбею. Жынысты ма, жыныссыз ба? Споралықтардың жыныссыз көбею түріне жатады. Өте жақсы, Кәусар. Жақсы. Жақсы, өте жақсы. Мектеп формасына жақсы, өте жақсы жауап беріңіздер. Рахмет сіздерге. Келесі бізде. Енді жаңа сабаққа көшірмей көшіп өтірсіз сіздерге мынандай бір мәтін оқып берем, сол мәтіннен бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы шығады. Әдемі, түрлі түсті, нәзік, бірақ өмірі өте қысқа. Ол табиғаттың көзге көрінетін сұлулығы қолмен ұстасаң, жанынан шығып етпеді. Табиғаттың сыйы, бірақ оны күтімсіз қалдырсаң, сол сұлулығын тез жоғалтады. Онымен көктем басталады, ол сұлулық, махаббат, қуаныш, өзімдік. Себебі олар өмірге деген үміт пен күш-жігерін білдіреді. Нәзік болса да қиындықтарға төтеп береді. Өмірде кездесетін қиындықтарды жеңіп алға жылжиды. Бұл не нәрсе? Өте нәзік, тез жоғалтады. Гүл ма? Гүл, өте дұрыс. Гүл. Осы дәптеріңіз жасып мүмкін жазып қойыңыздар. Гүлдің құрылысы бүгін бізге 17:04:25 дәптеріңіз ашып мүмкін жазып қойыңыздар. Дәптеріңіз ашып жазыңыз. Керек. 17:04 тозаңдану түрлері, өлгеу және тозаңдану түрлері, өсімдіктердегі ұрықтану туралы түсінік және зиготтану түсінік. Жаздыңыздар ма тақырыпты? Жаздыңыздар ма? Жазсақ келесі. Assalamualaikum. Mana gülдің құрылысы. Onların негізгі функциясы
Қазірге шамалы видео көрсетемін, сол арқылы мына видеоны қараңыздар, видеода гүлдің құрылысымен оның функциялары берілген. Жастар үшін де тапсырмаларды дайын болуға бойынша. Muallim, dovs eshitilmaydi. Endi o'zlarim Қатып жатыр. Слайд бойынша түсіндіремін. Гүлдің құрылысы. Гүл өсімдіктің көбею мүшесі, оның негізгі бөліктері гүл сағағы, гүл табаны, гүлге жапырақшасы, аталық және аналық болып табылады. Әр гүлдің өз қызметтері бар. Енді мынау макетке қарайтын болсаңыздар, мына жерде бізде жүгері гүлінің көбею мүшесі. Жүгері гүл табанынан тұратын астына, одан кейін гүлге жапырақша, гүлге жапырақшаны одан тостаған жапырақты одан кейін гүлдің дәл ортасында олардың аталық мен аналық болады. Аталығы, аталық жүк жұмбақтан, аталық аналық қолдан тапқан тұрады. Енді бізде гүлдің жаңа аталық қолдан шығарады, аналық қолдан түйіктерді қабылдайды. Аналық бойынша мен аузынан және жатынан аналық безінен тұрады. Жатында аналық жасушалар орналасады. Одан кейін бізде қорғаныс бөліктері, гүлді қорғап тұратын, аталық пен аналық қорғап тұратын гүлдер мен тостағанша жапырақшалары, көбею бөліктері аталық пен аналық, аталық тозаң қаптан тұрады, аналық ұрықтан тұрады. Тозаңға ұрыққа түседі, дамиды. Енді тіршілік негізі жаты мен тұқым бүршіктерінде дамиды екен. Гүлдің құрылысы оның тіршілік ортасына және ортасының түріне байланысты әртүрлі болып келуі мүмкін. Кейбір гүлдер ашық түсті, хош иісті, жәндіктер арқылы қарасақ, кейбір өсімдіктер жел арқылы тозаңдануға бейімделген. Енді сіздер гүлдерді білесіздер, қызыл, сары, әртүрлі түсті болады. Олар хош иісті болады, немесе иіссіз болады. Кейбір гүлдер аралар арқылы, жел арқылы немесе су арқылы тозаңдануын білесіздер.
Естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма? Я естіліп тұр. Жақсы, келесі. Енді тозаңдану түрлері міне көрдік иә, өздерге әртүрлі аралар арқылы, жел арқылы, су арқылы тозаңдану деген бұл аталық тозаңның аналық қатысу процесі. Табиғатта үш негізгі тозаңдану түрі кездеседі. Өздігінен тозаңдану, айқас тозаңдану және жасанды тозаңдану. Өздігінен тозаңдану кезінде бір гүлдің тозаңы сол гүлдің аналығына түседі. Ал айқас тозаңдану деген бір өсімдіктің тозаңы басқа өсімдіктің аналығына түскенде жүзеге асады. Ал жасанды адам қолымен жасау арқылы тозаңданады. Өздігінен тозаңдану бір белгілі шегінде жүзеге асады. Тұрақты ұрпақ, шағын тұқым өнім. Айқас тозаңдану әртүрлі жарақтар арасында. Жасанды тозаңдану адам араласуымен жүзеге асады. Ол мысалы жанат қолтығындағы алып шығу, мысалы қиярдың, қызанақтың немесе тағы басқа өсімдіктердің түрлерін алып шығу. Әр тозаңдану түрінің өзіндік артықшылықтары бар. Айқас тозаңдану генетикалық әртүрлікті арттырады, ол тұрақты қасиеттерді сақтайды. Сонда тозаңдану үштері бар. Айқас, өздігінен және жасанды. Тозаңдану деген бұл аталық тозаңның аналықтың түсу процесі. Тозаңдану бейімделу түрлері жел арқылы, жәндіктер арқылы, құстар арқылы, сулар арқылы тарайды екен. Жел арқылы тараған кезде көп мөлшерде жеңіл тозаңдар, қарапайым түссіз гүлдер, ұзын аталықтар, мысалы оларға шөптер мен жүгерілер жатады. Бағана айттық макет өткізген жүгері сияқты болады, жүгерілер, масақшалар арқылы. Одан жәндіктер арқылы олар ашық түсті, қош иісті. Ол жаңағы өздерінен нектар шығарады. Арнайы өрнекте оларға мысалы өсімдіктер оның ішінде раушан, қызғалдақтар шығады. Құстар арқылы таралатын тозаңданатын түтік тәрізді гүлдер. Оларда мол нектар болады, иіс болады, қызыл түсті болады. Мысалы канна, алоэ өсімдіктері. Су арқылы таралатын сіздер білесіздер, көбінесе қамыс, суда өсетін ақ тұңғиық, солар су арқылы таралады. Су бетінде немесе астында бейімделген арнайы қорғаныс өсімдіктер болады. Олар су арқылы таралатын өсімдіктер. Түсінікті ғой, енді осы тапсырманы суреттер әдісі бөліктермен белгілейсіздер. Қазір сіздер айтып отырасыздар, өздеріңіз айтып отырсыз, қайсысын апаратыңыздар. Видеодан келесі. Міне, мен мына жерде қазір жүргізіп отырсақ, мысалы, басып отырсақ, мына жерде қайсы гүл табаны, кім айтады? Жаңа басқаны, қайсы, мынау қайсы? Аталық па, аналық па, гүл табаны ма, гүл ма, кім айтады кәні? Қайсыларыңыз айтасыздар? Аналық. Аналық па, ал жақсы аналықты басайды. Өте дұрыс. Ал келесі, мынаны басайық, не нәрсе? Аналық, аталық, гүл табан, күлте. Аталық. Күлте болды. Ал келесіні басайық. Аналық, аталық, гүл табаны, күлтесі қайсысы дұрыс? Аталық па? Аналық. Аталық екен. Келесі. Бізде қайсы? Аналық, аталық, гүл табан, күлтесі. Мынау бізде қайсы бұлар? Күлте. Аналық, Күлте. күлте ма? Аталық. Ал жақсы аталық басайық. Аталық екен. Енді бізде келесі. Мынау бізде аналық, аталық, гүл табаны, күлте. Аталық. Аталық па? Аналық. Аналық жақсы. Келесі. Аталық. Жақсы. Соңғысы. Аналық, аталық, Гүл табаны. Өте жақсы. Өте тамаша. Рахмет сіздерге. Келесі тапсырма бізде. Енді келесі тапсырма
Кестелерге қарап отырып, қазіргі негіз тозаңдануға байланысты жауап бересіз. Ал кетіп бастаймыз. Тозаңы бұдыр жарыққақ болып келеді. Бұл не арқылы таралады? Жәндіктер арқылы, жел арқылы, өздігінен. Тозаңы бұдыр Жәндіктер арқылы тозаңдану. Жәндіктер арқылы. Иә. Ал жәндіктер арқылы өте дұрыс. Аналық ауылдың қабылдағыш беті үлкен. Қайсысы? Жәндіктер ма? Өздігінен тозаңдану. Өздігінен тозаңдану, өздігінен. Дұрыс. Жел арқылы тозаңдану. Алма, шие, өрік. Жие арқылы Тозаңдану. Өздігінен тозаңдану. қайсы? Күлкенің ашық реңі тән бе? Өздігінен тозаңдану. Ал өздігінен. Гүлсерік әрсіз дамыған қайсы? Жәндіктер ма? Өздігінен ба? Жәндіктер арқылы тозаңдану. Жәндіктер арқылы тозаңдану. Жәндіктер арқылы. Гүлдер иіссіз. Жәндіктер Өздігінен тозаңдану. өздері тозаңдану, өздері. Керек қандағаш жаңғақ не арқылы тозаңданады? Өздігінен ба? Жел арқылы ма? Жел арқылы. Жел арқылы тозаңдану. Жел арқылы ма? Иә. Тәтті шығын бөледі. Жәндіктер арқылы. Жәндіктерге, иә, дұрыс айтасыздар. Ауа райының жағдайына тәуелділігі жоқ. Күн боран- Өздігінен тозаңдану. Өздігінен тозаңдану. Өздігінен тозаңдану. Тамаша, жақсы. Бір гүлдің аталығында тозаң осы гүлдің аналық ауызына келіп түседі. Өздігінен ба? Жел Жер арқылы тозаңдану. Жел арқылы. Қандай? Жер арқылы тозаңдану. Жел арқылы? Дұрыс. Жапырақтар жайғанға дейін гүлдейді. Қайсысы? Өздігінен тозаңдану. Өздігінен. Жапырақтар жайғанға дейін гүлдейді. Өздігінен ба? Жел арқылы ма? Жер арқылы. Жел арқылы. Егістік, бұршақ, ержандар және бидай. Қалай тозаңданады? Жер арқылы. Егістік. Жел. Егістікте өсетін өсімдіктер не арқылы тозаңданушы? Бұршақ, жел. Айтып сызбаймыз. Ал Жер арқылы тозаңдану. Өздігінен. Гүлсанап жүреді. Қайсы? Жел арқылы. Жел арқылы. Жәндіктер арқылы. Жер арқылы тозаңдану. Жел арқылы. Гүл ашылмайтын өсімдіктерде ерекше айқын байқалады. Қайсында? Жел арқылы. Өздігінен. Өздігінен емес па? Өздігінен тозаңдану. Өздігінен тозаңдану. Құрғақ тозаң. Жер арқылы тозаңдану. Ал жел арқылы өсім таза. Қайсы тәтті. Аталықтарда тұтқан қаптарды ұзын жіпшелер төмен қарай иіліп тұрады. Өздігінен тозаңдану. Жәндіктер арқылы тозаңдану. Өздігінен. Гүлдеге дейін гүлшанақта жүреді. Гүлдеге дейін гүлшанағында. Жәндіктер арқылы. Мынау жерде қандай өсімдік? Гүлдеуші. Не арқылы етеді? Жәндіктер арқылы ма, жел арқылы ма, өздігінен ба? Өздігінен. Өздігінен ба? Гүл шыққан кезде қиясы. Жел арқылы. Жәндіктер арқылы тозаңдану. Жел арқылы. Жәндіктер арқылы. Рахмет. Ана ұшып жүреді ғой жәндіктер. Иә, аралары ұшып жүреді ғой сізде қонып.
Endi kelesi taqsimot bizga sa'ykeslentirib. Birinchi generativni jasuvcha, vegetativni ota-onalik patologenez endosperm to'zonlanu. A, B, C, D, E, N. Жұмыртқа жасушасы ұрықтан болған жұмыртқа жасушасының ұрықтың дамуы нәтижесінде екі сперме пайда болады. Тозан түтінінің өсуін қамтамасыз етіп, тозанның аналық аузына түсуі хромосоманың трипloидты жиыны. Сәйкестендіріп айтыңыздар. Біріншісіне кім айтады? Генеративті жасушасы. Генеративті жасуша қайсында сәйкес келеді? А ма, Б ма, С ма, Д ма, Е ма, H па? Кім айтады? Қайсы? Б ма? Жоқ, дұрыс емес, ойлаңыздар. Генеративті жасуша, көбею мүшесі жасушасы. С дұрыс. Келесі, анал вегетативті жүйке жасушасы қайсына сәйкес келеді? Екі. Д. Үшінші, анал түйіні. Е. Өте жақсы, Е. Одан кейін төртінші партон екеніз. Төрт. В. Өте жақсы. Эндосперм. Бес. Көресіздер. Ал. Хромосоманың Тозандану Е. Жақсы. Енді қаралды. Мынау сіздерде 390-да өткен тақырыптар бойынша орындап қарапсыңыздар да орындаңыздар параққа. Bir параққа ма, дәптерге ма өздеріңіз білесіздер. Мына қанның зиянды зат көрініп тұр ма сіздерге? Көрінбейді. Ал жеті мектеп бірінші сұрақта Көрінбейді. көтереміз. Жалпы Асқазан. Bir асқазан. Асқазан. Өздеріңіз белгілей бересіздер ғой парақтарыңызға. Асқазан. Көтерейік па сұрақты қайтадан ары қарай? Бүйрек. Фотоға түсіріп алыңыздар. Мұғалімдеріңіз маған жібереді. Сосын мұғалімдеріңіз маған береді. Атасы Мұқан мұғалім, Манадыр Гүлбаршы мұғалім, 140 Аяулы мұғалім. Кенжебай Самайын Гүлбаршы мұғалім, Манадыр Аяулым, 140 Аяулым. Ал атасы Мұқан мұғалім маған жібереді. Түсіріп алыңыз, ары қарай жіберіп отырамыз. Дәптеріңізді орындайсыздар. Көтерейік па сұрақты? Мұғалім біріншісінен бастап көрсетіңізші. Ал біріншіден бастап қойыңызшы. Мынау кім шималап отқан? Беті шимақталып кетті. Шималамаңыздар, ұят болады. Кім? Айқын. Мен көріп сіз шималап отқаныңызды. Көтерейік па сұрақты? Бірден бастап қойсын. Мұны бірден бастап қойсын. Иә. Тұрып алсана көтереміз ары қарай. Шимақты өшіріңізші, маған шимақты. Я мұғалім өшіріңізші, дым көрінбей тұр. Шимақты кім өшірді? Айқын өшірсін. Жасылан ба? Айқын өшіріңіз шимақты. Масхана. Айқын қай жақта? Қай мектепте?
Al ko'teramiz ustiga qaray. Tag'in ulgurmaysizlar hozir. Ko'teraveramiz ustini. Tushirib olinglar. Birdan boshlab 6ga дейін foto tushirib olinglar. Tushirdik mi? Ko'teraveramiz. Ya tushirdik. Ya tushirdik. 7'den boshlab 14'ні tushirib olinglar. Bu sizlarning 390'da o'tgan 3 bo'lim bo'yicha olinib o'tir. Bölüp çıkarılmışı nesi? Odan keyin omurtqasida o'simliklarning qo'zg'alsa, taraflarning qo'zg'alsa ko'taraveramiz. Ulguribsizlarmi? Ya ilgari Fotoga tushirib oldingizlarmi? Ya. Muğamlarınızda cibine salam yegid, ulgurmesеңizdер, o'z suraqlarda kelesi. Acaba. Ulgurdingizlar qo'ya? Ya. Endi biz refleksiya jasab jirib, bugun sabaq sizga qalay bo'ldi? Nelar tashlab ketdingizmi? Shamol g'alqisidan. Endi bir so'zlayman, tuyunli variant orqali. Bugungi sabaqdan olgan bilimlaringizni bir so'zga ma'qul bildirdingiz. Qani, keri baylamiz. Jasur tushundim. Gulning japroqlari. Jasur tushundim. Jasur tush. Jasur tushbat kim tushungan yo'q, qiyinlik bo'ldi sizlarga? Yo'q. Sizlarga japroqlar bormi? Yo'q. Endi bugungi sabaqdan olgan bilimlar qanday bir so'zlayman ayta olasizlar, o'z o'ylaringizdan. Jasur tush. Qani, ayol ekan. Jasur tush. Kavsar ne deysiz? Sarı tus qiyiq tug'dirdi. Qani, o'ylaringizdan aytingizlar, bir o'ymen, bilmayman, o'zlaringiz o'ylaringizdan. Jasur Men Jasur tush. Jasur tanlab o'tsizlar sizlar. video kelishini bарлығын жақсы tushundim deb o'ylayman. Nelikdan tanlab o'tsizlar, aytingizlarchi mana? Sarı tus qiyinlik tug'dirdi. Bugungi sabaqda ko'zdan qurulisini etdik, biroq da jana axborotlar ko'p bo'ldi. Jana taqiblar ko'p bo'ldimi? Yaxshi janoqlar ko'p bo'lgan. Yaxshi tarix qanday qiyinliklar tug'dirdi? Sizlar oldinda yuk topshirmasini o'tdingizmi? Yuk topshirmasini sizlar Mаған qiyinlik tug'dirgan yo'q. Bugungi sabaq o'ta kuchli o'tdi. o'tdimi? Rahmat. Bugun sabaq o'tdi. Men жаңа narsalarni o'rgandim, rahmat. Jasur tushmay barlig'ini tushundim. Tushundingizlarmi? Ishimiz qiyinlik tug'dirgan yo'q. Tansiq axborotlar keldi. Jasur tush. Yaxshi, rahmat tomosha. Kelesi haftaga дейін жақсы sog' salomatda bo'linglar. Rahmat sizlarga. Yaxshi, sog' bo'linglar. Kelesi sabaqqa dayondalib kelinglar.